Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен қазақтың ұлттық тағамы бесбармақ пісіру әдісін білен бөліспекшімін. Ал оның үшін алдыменен кастрөлге суымызды қойып, жуып тазаланған етімізді салып, керегінше тұзымызды мөлшерлеп салып аламыз да қалпағын жауып, астыны жоғары отта пісіруге қоямыз. Міне біздің қазанымыз қайнауға дайын. Бетіне осындай көпіршіктері шығады. Ол көпіршіктерінің бәрін алып, тазалап тұрамыз. Сорпамыз тап-таза тып-тынық болу үшін. Қазанымыз қайнағанда еттерімізді оңға солға аударып тұруды ұмытпаңыздар. Мен бұл жерде қазыны алдын ала тесіп, сосын суға салғамын. Қазыны тесудің енді маған қажеті жоқ. Сорпамыздың дәмді шығу үшін осылай ожау білен сапырып тұрамыз. Мен сорпасына 1 пияз, 4 картошка и 2 сәбіз салдым. Бетіне турағанда қосылу үшін. Сорпамыз әдемілеп қайнағанда бір шекесінен 2 ожау сорпаның суынан алып, 2 жұмыртқамды салып, әдемілеп қамырымды илеп алдым. Қамырымызды қатқылау илейміз. Мен дайын болып тұрсын деп зыбалаларға бөліп дайындап алдым алдын ала. Ал енді қамырымызды әдемілеп 2 шекесінен ұстап, думалақтап жайып аламыз бір текістеп. Менің қамырларым дайын. Енді қайнап тұрған сорпамыздағы етімізді аламыз. Бұл жерде айта кетедіған жайық, мен бұл сорпаны 5 сағат көлемінде қайнаттым. Қанша көп қайнаса, сонша етіңіз дәмді болады. Сорпаның майлы жерінен алып, тұздықта дайындадым. Тұздыққа 4 пиязымызды жақсылап майдалап турап, сорпамыздың бетіндегі майыны алып, жай отта 10 минут көлемінде қайнаттым. Еттерімізді қазаннан алып, жақсылап қайнап атқан сорпамызға қамырларымыз біртіндеп салып аламыз. Жабысып қалмастығы үшін осы жерде ожау білен қозғап тұруды ұмытпаңыздар. Осы жерде мен сіздерге бір сыр айтамын. Бұл жерде мен бір өзім жалғыз емеспін. Абысындарым, келіндерім бар, маған көмекке келген. Сол кісілерге үлкен алғысымды білдіремін. Қазыларымызды әдемілеп тураймыз, картошка сәбіздерімізді әдемілеп тураймыз, еттерімізді әдемілеп майдалап турап алғаннан соң, қамырымызды алып, тұздығын бетіне салып, үстіне еттерімізді, қазыларымызды, картошка сәбіздерімізді әдемілеп сәндеп қоямыз. Аппетитный болу үшін. Менің каналым ұнап атқан болса, лайк басып, комментария жазып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Маған тіркеле кетіңіздер. Ал сорпасына келедіған болсақ, сорпасын әдемілеп сүзіп алып, үстіне қара бұрышымызды салып, айранымызды и лимонымызды саламыз. Сосын сорпаны да ыстықтай алып барып тартамыз.